депутаттары бүгінгі дейін ұқпайды, что олар билік екен. Сендер биліксіңдер, сендер талап етулерің керек. Жоқ, сендер қолдарында статустарың бар, сонымен зарлап жүрсіңдер. Сендер талап етулерің керек. Сендер зарламау керек. Біз талап етіп отырмыз. Өкіметтен талап етулерің керек. Етіңдер талап, дұрыста. Аргументтарың жоқ болса, сондықтан өкіметтегілер елемейді. Әлеке. Батырайын ба девасың ба? Мені жүйе жоқ, жүйе дұрыс емес. Жүйе дұрыс болу үшін, секунду, бөле бермеңші, жүйе дұрыс болу үшін, бізде кәсіби парламент болу керек. Кәсіби парламентте мамандар отыру керек. Сол мамандар ана өкіметке бүйтіп көзімен шұқып айту керек. Тыңда деп. Бізде ондай бар ма? Бар, жарайды. Ерлан, Мақсат, кім бар тағы? Асхат Аймағамбетов, қалған 100 қайда? Сондықтан, тек қана атқарушы билікті кінәлауға болмайды. Парламенттің кінәсі бар. Билік болғаннан кейін бәрінің кінәсі бар. Мына жігіт қылды ғой. Бәрінің кінәсі бар билік болғаннан кейін. Менің де кінәм бар. Конечно. Сенің де кінәң бар. Менің кінәм жоқ. Мен зарлап жүргеніме қанша болды? Шырылдап жүргеніме қанша болды? Біз де дәл сен сияқты зарлап жүрміз. Әлеке. Сендер қолдарында статустарың бар, сонымен зарлап жүрсіңдер. Сендер талап етулерің керек. Сендер зарламау керек. Біз талап етіп отырмыз. Өкіметтен талап етулерің керек. Етіңдер талап, дұрыста. Аргументтарың жоқ болса, сондықтан өкіметтегілер елемейді. Әлеке, тыңда, біріншіден сен өзіңмен бізді бөлме. Біздің барлығымыз Қазақстанның азаматымыз. Сен қазір биліксің, Ереке, сен биліксің деймін. Біз депутат. Сен заң қабылдаушы биліксің. Сен биліксің. Мен ол зарлап жүрген, менде билік те жоқ, түк те жоқ. Сендер үйтіп, Әлеке, сендер үйтіп бөлмеңдер. Жоқ, биліксің деймін. Бүгінгінің депутаттары бүгінгі дейін ұқпайды, что олар билік екен. Сендер биліксіңдер, сендер талап етулерің керек. Ана министр жұмыс жасатуың керек. Талап етіп. Талап ете алмайсыңдар. Неге? Өйткені сауат жетпейді. Алар алда бұрады. Әлеке, сен үйтіп, бізді үйтіп төмендеп. 10 жігіттен басқаның сауаты жетпейді деймін. Ереке, Ерлан Сайыров, қайталап айтам, Мақсат Толықбай, Бақытжан Базарбек, Асхат Аймағамбетов, Болатбек Нәжімедин, тағы бір 10-ға толтырам, қалған 90-ның пайдасы жоқ. Кәсіби парламент болмай, бұл елде ешқашанда ештеңе түзелмейді. Заң дұрыс қабылдамай, ананың барлығы осылай жүреді. Мен мына жерде айтып отырмын саған, заңды нені өзгерту керек? Маслихатқа полномочия беру керек деймін, ұқпайсың. МЧС суды басқармау керек деймін, ұқпайсың. Әлеке, тыңда. Ол мен сол туралы айтып отырмын. Мен претензиям Ерланда емес. Мен заң қабылдауға претензиям. Мәселе онда емес. Ол заңдардың барлығы, қазір мен саған айтып отырмын, оның барлығы қабылданады. Мәселе инфрақұрылымда. Сол инфрақұрылым ол заңға байланысты. Ал ол инфрақұрылымға қазір ақша керек. Қараңыз. Сондықтан кәсіби мамандар парламентқа кіру керек. Олар мені парламенттан келесі жаңағы мен айтқан кісілер, солар қазір өкіметке бару керек. Солар қазір министр болу керек. Вот кәсіби маман, естественный отбор солай жүреді. Сондықтан Ереке ренжімеңіз, парламентті тарқату керек. 10 ғана адам сөйлемеу керек, 100 адам сөйлеу керек. И сол жерге барып, әрине, жағы ережені, басқаны қабылдайтын, вот мамандар кіру керек. Әрбір саладан 10 адамнан кіру керек. Мен басқа жағын айта алмаймын, тіл тигізді демесін, басқа депутаттар ренжімес, менің аграрный комитетім, кілең агроолигархтар. Ішінде бір екеуінің ғана несі бар, ілімі бар, қалғаннан білмеймін, менің қоғамыма емес, менің агросалама не пайда бар олардан білмеймін. Сондықтан тек қана өкіметті тырқырата бермеу керек, ренжімеңіздер. Әкімдерді кесе бермеу керек. Билік деген бізде 3 тармақтан тұрады. Атқарушы билік, заң шығарушы билік және сот жүйесі қалай дейді, міне. Биліктің бәрінен де сұрау керек. Сондықтан мен солай көріп отырмын. Кәсіби мамандар келмей, мынаның барлығы түзелмейді. Президент халықтан кешірім сұрады, басын иді. Енді ол кісі оны жасағаннан кейін ертең қаражатты бөледі. Қайдан табады, не қылады, бөледі. А вот оның ары қарай келгенде біздің бүгінгі жүйе, шіріген жүйе, бюрократиялық жүйе, жемқор жүйе, соның бүкіл қаражаттың барлығын ысырап қылады. Бұны біз өттік. Мен алдын алу, енді алдын алу сіз жаңа айтып отырсыз ғой, менің алдын алу бұның ашықтық. Жаңа айтып отырмын ғой, парламент сайлау керек, оның бәрі алда, оны әлі алла көрсетеді. Ал ол кезге дейін әрбір тиынның игерілуін, әрбір штабтың жұмысына, қоғамдық белсенділер, ашықтық, бұқаралық ақпарат құралдары,
қоғам болып атсалысса, сонда біз дағдарыстан біз бұған кірдік, басымыз кірді, бітті. Артқа шығып кете алмаймыз. Өйткені болар зат топан су болды. Бұдан ары қарай шығып кетуіміз, ол енді ел басқарып отырған азаматтардың еншісінде. Қазір осыдан бастап мүмкін мынау бізге ескерту шығар. Ей, Қазекең, есіңді жиыңдар, жарайды, сенен де қате кетті, сенен де, бізден де, менен де кеткенге шығар, менің де артық кететін жерлерім бар шығар. Ей, Қазеке, болды, естерің жиыңдар. Төртеу түгел болса, төбедегі түсет, алтау алау болса, аузындағы кетеді. Сондықтан да мынау бір сын сәт. Осы сын сәттен біз тек қана бірге шығып кетеміз. Өкіметіміз бар, парламентіміз бар, қоғам белсенділері бар, халық бар. Бірақ оның барлығы болады, ең бірінші ашықтықтан басталады. Сондықтан да менде өкіметке ұсыныс, бірінші күннен бастап қаражаттың игеруін, шешімдердің қабылдануын, бір ішім күйетіні жаңа мен білем деп шешім қабылданбау керек те, ақылдасып, талқылап, мамандарды шақырып, солармен эксперттермен талқылап, ары қарай сөйтіп шықпасақ, мынаның арты жақсы болмайды. Мынау бізге соңғы қоңырау. Менің ойымша сол.